Ассаламу алейкум достар. Бүгін мен сіздерге жасық тысқа осындай замокты қалай жасырын тігуді үйретемін. Ол үшін ең алдымен жасық тысымыздың бетін дайындап аламыз. Осылай бетін дайындап аламыз. Бұл жасық тыстың әлі астары тігілген жоқ. Енді астын дайындаймыз. Ол үшін жасық тысымыздың ені мен ұзындығын өлшейміз. Енін жасық тысымен бірдей қыламыз. Ұзындығын 8 см артық қылып аламыз. Артық қылып аламыз да енінен 20 см кесеміз. Мінекей 20 см кесіп алдық. Енді осы екеуінің ортасына замогымызды тігеміз. Замокты тігу үшін осындай лапканы қолданамыз. Енді машинамызға қондырамыз. Замоктың бірінші бөлігін тігу үшін лапкамыздың біріншісіне ілдіреміз. Мынау екіншісіне ілдірмейсіздер, біріншісіне ілдіресіздер. Енді замогымызды тістерін теріс қаратып матаға орнатамыз. Артықтау қылып қалдырамыз. Лапкамыздың мына бұрышын сәл тістің үстіне шығарамыз. Енді матамызбен бірдей ұстап тігіп шығамыз. Егер де сіздер қисық кетемін деп қорықсаңыздар, бірінші инемен ілдіріп алсаңыздар болады. Бір жағы дайын болды. Енді екінші жағын тігеміз. Замогымыздың екінші жағын тігу үшін лапкамызды екіншісіне қоямыз. Мінекей осылай қоямыз. Жібімізді астына жіберіп, манағы қиып алған 20 см матамызды аламыз. Екеуін бірдей орналастырамыз. Замогымыздың екінші бөлігін тісін теріс қаратып орналастырамыз. Екеуін бірдей қоямыз. Осылай бірдей қойып алып, тігіп шығамыз. Тағы да лапкамыздың мына бұрышы тістің үстіне шығып тұру керек бірдей болып. Сонда тістің түбінен тігіп шығады. Енді жауып қараймыз. Енді осы замогымызды қалай көрсетпей бетін жауып тұруды көрсетемін. Ол үшін лапкамызды ауыстырамыз. Тіке тігіске арналған машинамыздың өзінің лапкасын қоямыз. Ол үшін замогымызды ашамыз.
тісіміз тіке жату үшін бетінен тіке тігіспен жүргізіп шығамыз. Замогымызды тігілген астына қайырамыз, үстінен тіке тігіспен жүргіземіз. Лапкамызды тісімізге тигізіп, үстіне мінгізбейміз, тісімізге тигізіп орнатамыз. Осылай ұзыннан жүріп шығамыз. Енді екінші бөлігін теріс бетіне қаратамыз. Үш сантиметр қайырып, тісімізге тигізіп, үстіне шығармаймыз, тісімізге тигізіп, тіке тігіспен жүргізіп шығамыз. Қайтаран түсінікті болу үшін бір рет айтайын. Матамыздың теріс бетін қаратамыз. 3 сантиметрге қайырамыз. Тіке тігіспен үстіне жүргізіп шығамыз. Тістің үстіне шығармаймыз. Лапкамыз тіске тиіп тұру керек. Мінекей. Матамыздың түсі қандай болса, жібімізді астында, үстінде бірдей түске қоямыз. Енді замогымызды жауып қараймыз. Мінекей. Замогымыз көрінбей тұр. Артық жерін қиып тастаймыз. Мына бөлігінде қиып тастаймыз. Оверлок тігісті машинаңыз болса, оверлоктап тігіп шығасыз, немесе зигзагтап тігіп шығасыз. Сонымен жастық тісіміз дайын болды. Мынау теріс беті. Мінекей, мынау іші замогымыз көрінбейді. Мен тағы да мынандай жастыққа тіктім. Бұның да артында осындай замок. Замогымыз көрінбей әдемі тұрады. Осымен біздің пайдалы кеңесіміз ұнаса лайк басуды және де достарыңызды біздің каналға шақыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.